Егерде тарихқа жүгінсек, ең алғашқы трансплантация ол 1979 жылы болған. Балаға 1991 жыл болды. Ал енді бәріңіз білесіздер, 2012 жылы ең алғашқы мәйіттік донордан жүрек трансплантация өтіп, ол дейді Оспанов Жанибек Зейноллаұлы, ол қазір біздің ұжымның қызметкері болып келеді. Сол 2013-тен бастап ағзаларды алу басталды. Яғни мәйіттік донор деп айтуға болады. Кім донор бола алады? Мәйіттік донор қайтыс болғаннан кейінгі донор бола алатын. Ол 18 жастан асқан. Оған ауруының түрлі асқынуларына байланысты ми өлімі анықталған азамат бола алады. Қазіргі таңда күту парақшасында қаншама азамат тұр? 4384 азамат. Оның 121-і бала болып келеді. Мына егер соңғы 5 жылдықты алсақ, 2020 жылдан осы уақытқа шейін біздің Қазақстанда 1209 трансплантация болды. Өкінішке орай 80% оның туыстық донордан болып келеді, ал небары 10%, 15% ол мәйіттік донорлық болып келеді.